Армысыздар, өздеріңізбен доктор Шерхан. Бүгінгі тақырыбымыз ең өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Қазіргі қоғамымыздың, жалпы 21 ғасырдың, именно өзіміздің елімізде болып жатқан, жалпы басқа әлемді алмай-ақ қояйық, Қазақстанның өзінде болып жатқан ең жаман ауру онкология, яғни рак ауруы дейміз, былай айтқанда. Сол себепті өзіміздің зерттеулерге жүгінетін болсақ, бір жылдың ішінде Қазақстанның өзінде, әлемді алмай-ақ қояйық, именно сол Қазақстанның өзінде 50 мыңға адам онкологиядан көз жұмады екен. Ол факт, яғни дәлелденген. Неге дейсіз? Өйткені бастапқы кезде оның белгілерін ешкім білмейді. Сол себепті 4-ші стадияға келген кезде, өткізіп алған кезде ғана врачқа жүгінетін боламыз. Әттең ол уақытта кеш болады. Егер алдын ала бастапқы белгілерін білсеңіз, онда жеңуге болады және де күресуге болады. Сонда шанс пайда болады. Әрине бір Алла, біз тек қана себепшіміз. Сол себепті бұл тақырыпты сіздерге біліп жүріңіздер, көріп жүріңіздер деп шығарып отырмыз. Назарларыңыз экранда болсын, біз жалғастырамыз. Онкологияның ең басты және бірінші белгілерінің бірі ол түсініксіз салмақ жоғалту дейміз. Яғни алғашқы белгі. Түсініксіз салмақ жоғалту, егер сіз себепсіз арықтап жатсаңыз, бұл денедегі өзгерістердің белгісі болуы мүмкін. Бір аптада бірнеше килограмм салмақ жоғалту елеусіз қалмауы тиіс. Бұл әсіресе асқазан, ұйқы безі немесе өкпе рагының ерте белгісі болуы мүмкін. Неге десеңіз, именно асқазан, өкпе рагы кезінде 3-4 дәрежеге дейін барғанға дейін ешқандай сыр бермейді. Сол үшін міндетті түрде осыған көңіл бөлу керек. Егер бір аптаның ішінде бірнеше килограмм салмақ, өзінен өзі салмақ тастап кететін болсаңыз, міндетті түрде барып общий анализ крови, яғни общий анализ қан тапсыруыңыз қажет болады. Келесі белгілері созылмалы шаршау деп аталады. Бұл жерде ұзақ уақыт бойы өтіп кетпейтін шаршау. Егер сіз жеткілікті ұйықтап, дұрыс тамақтансаңыз да, өзіңізді үнемі шаршап жүргендей сезінсеңіз, бұл да қауіптің белгілі болуы мүмкін. Созылмалы шаршау лейкемия немесе тоқ ішек асқазан рагымен байланысты болуы мүмкін. Сол себепті егер тамақ жеген кезде әрқашан 3 мезгіл тамақ жесеңіз, содан кейін бірнеше уақытқа дейін, 1 сағатқа дейін демікпе болып, немесе ауыртпашылық сезіп, өзіңізді көтере алмай тұншығатын болсаңыз, онда міндетті түрде соған көңіл бөлгеніңіз жөн. Яғни егер шаршау 1 апта мен 10 күннің арасына созылатын болса, онда міндетті түрде барып дәрігерге жолығуыңыз керек болады. Келесі белгі терідегі өзгерістер деп аталады. Яғни бұл жерде теріңіздегі өзгерістерді бақылау өте маңызды болады. Қандай да бір жаңа меңнің пайда болуы, бар меңдердің пішінінің, түсінің өзгерісі, немесе түсініксіз дақтардың пайда болуы да рактың белгісі болуы мүмкін. Терідегі өзгерістер әсіресе тері рагымен байланысты болады. Ол дегеніміз тері рагы меланома деп аталады. Сол себепті көз алдыңызда бір 10 күннің шамасында егер мынау денеңіздегі меңдер, яғни қалдар, дақтардың көлемі өзгеріп жатса, немесе түсі өзгеріп жатса, немесе қайдан бір пайда болған жаңа дақтар болатын болса, онда міндетті түрде дерматологқа барып анализ тапсырғаныңыз дұрыс болады, ағайын. 4-ші белгі тұрақты жөтел немесе дауыстың өзгеруі дейміз. Егер сіз ұзақ уақыт бойы жөтеліп жүрсеңіз, немесе даусыңыз өзгере бастаса, бұны да ескеру керек белгі. Мұндай жағдайларда әсіресе өкпе немесе қалқанша безі рагына қатысты болуы мүмкін. Сол себепті, егер қандай да бір даусыңыз өзгеріп, бұның көлемі де 1 апта 10 күннің арасында болатын жағдайлар болып табылады. Сол себепті, егер мынау қалқанша безі қатты ұйықтап жатқан кезде ауыратын болса, яғни щитовидная железа деп атаймыз, және де өкпеңізде қандай да бір шаншулар пайда болатын болса, онда міндетті түрде тоже врачқа барып көргеніңіз жөн. Өйткені ол егер 10 күннің ішінде қоймайтын болса, ол жайдан жай болып жатқан дүние емес. 5-ші белгі жаралар мен кесінділердің ұзақ уақыт жазылмауы. Яғни денедегі жаралар немесе кесінділер, кесіп алған жерлер дейміз, әдетте 1 апта ішінде жазылуы керек. Егер олар ұзақ уақыт бойы жазылмаса, немесе қайтадан пайда болса, бұл иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істемеуінің белгісі болып табылады.
Мұндай жағдайларда рактың белгісі ретінде де кездеседі. Сол себепті егер бір жеріңіз жырылып кеткен болса, немесе кесіп алған болсаңыз, және оның беті қаптама беті қайттан іріңдеп немесе суланып жазылмай жүретін болса, тағы да бір рет айтам, бұл жерде дерматологқа барып қаралған жөн. Яғни бұл жерде сразу сізге общий анализ крови тағайындайды, сол анализдерді тапсырып, одан кейін барып сізге толықтай анық диагнозға көзіңіз жетпегенше врачтың алдынан кетпегеніңіз дұрыс болады. Алтыншы белгі — ішектегі өзгерістер. Яғни ішек жұмысындағы өзгерістер де маңызды белгі болып табылады. Егер сізде ұзақ уақыт бойы іштің қатуы, диарея, яғни іш өту дейміз, немесе нәжістегі өзгерістер болса, бұл тоқ ішек немесе тік ішек рагының белгісі болуы мүмкін. Ол дегеніміз не деген? Яғни мынау үлкен дәретте қан пайда болуы, геморрой болмаса егер, ешқандай геморрой немесе язва болмаса, жай егер мынау нәжісте, яғни үлкен дәретте қан болатын болса, онда міндетті түрде анализ тапсырасыз, ол калды тапсырасыз, және де мочада, яғни зәрде, сол кезде егер қанмен пайда болатын болса, ол жерде обязательно ол уже мынау онкологияның басты белгілері болып табылады. Сол үшін анализді кешіктірмеу дұрыс. Жетінші белгі қан кету деп аталады. Яғни бағанағы айтқан алтыншы белгі өте ұқсас, түсініксіз қан кету және қауіпті белгі болып табылады. Егер сізде жатырдан тыс қан кету болатын болса, немесе нәжісте, зәрде қан байқау болса, бұл рактың белгісі болады. Мұндай жағдайда жатыр, тоқ ішек, қуық рагына байланысты болуы мүмкін. Сол себепті егер сіз әйел кісі болатын болсаңыз, жатырдан егер месячный, яғни менструациядан бөлек отдельно қан шығатын болса, басқа күндері, онда міндетті түрде гинекологқа барғаныңыз дұрыс. Немесе сізде гормоналдық нарушение болып жатыр, немесе сізде осы онкологияның белгісі болуы мүмкін. Сол үшін бұл жерде егер ер кісі болатын болсаңыз, тоже мочаны анализге тапсырғаныңыз дұрыс болады. Соңғы белгіміз жұтынуда қиындықтар деп аталады, немесе ұзақ уақыт бойы ауырсыну жұтыну кезінде. Егер сіз жұтынуда қиындық көріп жүрсеңіз, немесе ұзақ уақыт бойы ауырсыну сезсеңіз, бұл да қауіптің белгілі болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда өңеш, тамақ немесе асқазан рагына байланысты болады. Сол себепті егер біраз уақыт бойы тамақ жеген кезде, жеген тамағыңыз қою тамақ болса да, сұйық тамақ болса да, егер өңештен өткен кезде қырып кететіндей болатын жағдай болатын болса, онда міндетті түрде сол өңешті тексеріп көрген дұрыс. Егер асқазаннан өңештен өтіп асқазаныңызға барып тырнап асқазаныңыз ауыратын болса, онда міндетті түрде ФГДС сізге тағайындалады. ФГДС деген не екенін білесіздер. Жалпы врачқа барсаңыз сізге назначение направление береді. Сол ФГДС арқылы анық көре аласыз асқазанда не бар, не жоқтығын. Ол ФГДСті шлангы жұтам ба деп ойлаудың қажеті жоқ. Именно сол шлангы жұту арқылы анығын біле аласыз. Егер асқазанда не барын, язва болса язва дейміз, басқа онкология болатын болса, және гастрит болатын болса, соның барлығын ФГДС арқылы ғана анық көруге болады. Ал құрметті көрермендер, бұл онкологияның ең басты және бірінші белгілері болады. Сол себепті қандай да бір белгілерін, сізге білмейтіндей белгілер болатын болса, әлде осы белгілерге қатысты белгілер сезінсеңіз, онда шұғыл түрде, міндетті түрде врачқа барып көрінгеніңіз жөн. Ол ем-дом тағайындайды, анализ тапсырасыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы, қандай да бір ауру болсын, бастапқы кезде егер біліп алатын болсаңыз, жеңу де, күресу де, алдын алу да өте қолайлы болады. Сол себепті, егер осы ақпаратымыз сізге пайдалы болған болса, комментарий жазып, лайк қойып, және де тіркеліп өтсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Ешқашан ауырмаңыздар.